Құрметті отандастар, құрметті теміржолшылар, құрметті ардагерлер, сіздерді ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіз елімізде Наурыз мейрамы барлығымыз үшін сүйікті мерекеге айналды. Наурыз күні ойға алған барлық армандар орындалып, үміттеріңіз ақталсын. Көктемгі күндер сіздерге денсаулық, табыс, қуаныш, береке алып келсін. Ортақ үйіміз Қазақстан Республикасы гүлдене берсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Құрметті әріптестер, сіздерді еліміздің батысынан басталған тәрбиелік мәні зор көрісу айт мерекесімен бірге келіп жеткен Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз айын тек табиғаттың жаңаруы, күн мен түннің теңелуі ғана емес, сонымен қатар бір-бірімізге ақ тілектерді, жылы лебіздерді жолдайтын мерекесі деп білеміз. Осы орайлы сәтті пайдалана отырып, өздеріңізге, отбасыларыңызға, ағайын туысқа амандық, саулық, қызметтеріңізде жаңа жетістіктер тілеймін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болғай. Наурыз құтты болсын. Құрметті әріптестер, құрметті сала ардагерлері, Қазақстан халқы үшін Наурыз мейрамы көктемнің ең жаңаруды айшықтайтын мереке тасыған ұлы мереке. Наурыз көктемге жаңарудың, махаббаттың, ақ пейіл мен татулықтың мерекесі. Ол өткенді саралап, болашағымызды болжайтын ерекше кезең. Ақ ниетпен өткенге салауат айтып, ақ тілекпен жаңа Наурызымызды қарсы алып отырмыз. Осы арада отанымызға береке, халқымызға игілік, мемлекетімізге молшылық, ал әр шаңыраққа бақыт пен шаттық тілегім келеді. Еліміз өркендеп, Наурыз баршамызға ынтымақ пен бейбітшілік, сәттілік алып келсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Жаңа жыл саналатын бұл мереке әрбір отбасына береке, бірлік пен қуаныш пен құт береке, бақыт пен молшылық әкелсін. Күн мен түннің теңеліп, табиғаттың түлеп, жанарып жайнаған кезеңі Наурыз мейрамы құтты болсын, құрметті ағайын. Кең болсын қазағымның керегесі, кетпесін Алла берген берекесі, адамзат баласына нәсіп болған құтты болсын Наурыз мерекесі деп тілеген құттықтауымды қабыл алыңыздар. Баршаңызды келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Қазақ халқы дәл осы мейрамды асыға күтіп, ерекше қастерлеген. Ақ тілектер мен жылы лебіздер жауатын күн. Сондықтан әр қазақ отбасына амандық, саулық, тыныштық пен тұрақтылық тілеймін. Наурыз қазақтың атам заманнан келе жатқан мейрамы, күн мен түннің теңелген күні. Мынау келе жатқан Наурыз мейрамы табиғаттың жаңарып, адамзаттың жаңарып, адамзаттың еңсесі көтерілетін күн. Сондықтан барлықтарыңызды өзімнің атымнан, әріптестерім атынан құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, бала-шағаларыңыздың, немерелеріңіздің, еліміздің келешегіне қызмет ететіндей жақсылық болсын. Аман есен болайық. Келесі Наурызға дейін аман есен жетуге Алла нәсіп етсін.